жәрмеңкеде Улан ауданынан жалпы 14 ауылдық округтен шаруа қожалықтар мен жеке тұлғалар қатысуда. Енді жалпы атап өтсек, бүгінгі міне жәрмеңкеге 6 тоннаның үстінде ет өнімі әкелінді. Атап айтсақ, ол ірі қараның еті 1,5 тонна, 2,5 тоннадай жылқының еті, қой еті 600 килограмм үстінде, шошқа еті, және де құс еті, мейрамға қарсы құс етін әкеп отырмыз. Қаз, үйрек, тауық деген сияқты және жұмыртқа. Бұдан басқа да міне бүгін өзіміздің ауданымыздың көкөніспен айналысатын шаруа қожалықтар қатысып жатыр. 2,5 тоннаның үстінде көкөніс әкелдік, бал өнімін әкелдік, және де өзі тұрақты жұма сайын өзіміздің ауыл тұрғындары сүт өнімдерін әкеледі. Май, қаймақ, кілеге, құрт, ірімшік деген сияқты. Ол бүгінгі күні 800 килограмм үстінде өнім келіп отыр. Бүгінгі жәрмеңкеде біз Улан ауданы Алмасай ауылынан Қабдыразақ шаруа қожалығы осы жәрмеңкеге қатысып тұрмыз. Өзіміздің өнімдеріміз, шаруа қожалығымыздың сиыр, жылқы, қой еттерін алып келеміз. Еттеріміз өте жоғары сапада. Әрқашан біз осы Улан ауданының атынан жәрмеңкелерге біз қатысып тұрамыз.